Оралдық мердігер салынбаған жолды құжатта салынды деп көрсетіп, мемлекеттен 44 миллион теңге алған. Бір қызығы, жолға жауапты басқарма басшылары мұны тексермей ақшасын аударып жіберіпті. Заңгер Бауыржан Зәкейдің айтуынша, мердігер мекеме Теректі Ақсай тас жолының жиегін тегістеуі тиіс еді. Бірақ 44 миллион теңгені алған Айдана компаниясы жолға 44 қапшық құмда төкпеген көрінеді. Бұл аздай былтыр жөндеген жолы жыл өтпей қайта бөлініп жатыр. Мамандардың айтуынша, бұған құрылыс материалдарының сапасыздығы немесе технологияның бұзылуы себеп. Осы даудан кейін кәсіпкер алған қаржысын мемлекетке кері қайтарған, бірақ жергілікті шенеуніктер оны жосықсыз мердігер деп тану туралы арызды сотқа беруге асықпапты. Енді осы олқылыққа жол берген шенеуніктер жауапқа тартылады. Айдананың жасамаған көріп олар сотқа бермеген, ол үшін жауапкершілігін әкімшілік Айдар Минеев алды. Жасалмаған жұмыс үшін 44 миллион аударып жіберген. Біз оны анықтағаннан кейін Айдана кейін қайтарды, бірақ енді заңсыз атқарылған жұмыстар туралы актіге қол қойып жіберді. Оны қол қойған Алия Кабенова деген осы басқарма басшысының орынбасары екен. Енді осы кісіге қатысты тұлғаға материалды қазір прокуратураға жолданып отыр.